Негізінде менің өз жеке ойым, қыз бала өмірге келген соң оны оқыту керек деп ойлаймын. Енді біздің кезде әкем марқұмға мен Инязға түссем, мен бізде француз тілі мен неміс тілі еді, ағылшын болмаған. Соны француз тілін қатты жақсы көрдім да қойшы. Енді француз тілден төрт қой француз тілін. Сол қатты жақсы көрдім. Сондай қатты жақсы көрдім. Француз тіліндегі мұғалім апай сондай жақсы болатын. Сол француз тілін қатты жақсы көрдім. Сөйтсем әкем марқұм, жоқ, сен оқымайсың, қыз бала байға тию керек, бала туу керек деп. Сонымен әкем марқұм оқытпаған. Әйтпесе арманым сол Инязға түсіп, сондай мектеп кезде француз тілін жақсы көріп өлеңін жаттап, Виктор Нюғоның «Виллаж» деген өлеңін жаттап, операмен айтылатын. Францияға барам деп сондай арманым болатын ғой. Инязға түсіп, переводчица болып, или гид болам деп. Сонымен әкем марқұм қарсы болды да оқытқан жоқ. Сонымен оқығам жоқ. Біз негізі тұқымда ешкім оқымаған. Шын айтқанда. Просто енді бұлай дипломды заочно ма бірдеңе сатып алған шығар енді. А так нақты барып есігін қағып оқыған емес ешкім бізде. Ешкім оқымаған бізде. А так сол себептен қыз баланы жоқшылық құртады, ұл баланы тоқшылық құртады дейді ғой. Содан ұл баланы тоқшылық құртқан соң ұл бала вообще мынандай, менің әпкем бар, или қарындасым бар, ол қиналып жатыр ма, не болып жатыр оның өмірі деп жай көмек бермей қойсын, хотя бүйтіп звондап жағдайың қалай, енді жаман да жақсы да осы әпкесі ма, например, да. Енді көбісі айтады ғой, бауырың не қарамай ма, бауырың жоқ па дейді. Бауырым бар. Просто бүйтіп звондаса ғой, қалайсың деп. Енді бізде де кезінде ақша бар кезде көмектестім ғой, мен өтірік айтпаймын. Көмектестім мен. Шамам келгенше көмектестім. Даже өзімнің подружкама да кезінде сол ауылдағы бір балалар далада қалған кезде, біздің ауылдың бір балалары, айтпай ақ қояйын енді аттарын. Подружкам да атын айтпай ақ қояйын, көмектестік қой. Ақша жағынан бар кезде бердік қой, береді. Ал мен қиналған кезде ешкім көмектеспеді. Сен енді бар кезінде ақша бар кезде бүйтіп көмектесің. Ал сенде жоқ кезде бәрі қашып кетеді. Сол себептен қыз баланы оқыту керек. Енді бізден әке шешеміз кінәлі ғой, енді оқытпаған. Енді шешемді айтпай қояйын, ол шешем байғұс жуас қой. Әкем оқытпады ғой, енді үйде главар әкем болған соң. Мал болмады емес, мал болды. 2 гектар жер болды, бәрі болды. Бірақ білмеймін, қыз бала ешқандай көрген жоқ қой. Даже бір тышқақ алған жоқпыз ғой. Просто енді өз ойымда қыз бала байғұс ештеңкені көрмейді. Қыз баланың жүрмейтін жері жоқ. Байғұс қыз бала. Сол себептен қызды жоқшылық құртады деп бекер айтпаған. Олды тоқшылық құртады деп оны да бекер айтпаған. Сол бауыр болған соң бауырмен араласу керек, жағдайын сұрау керек.